Екінші өнім, парашют өнімі жайлы айтқым келіп отыр, антипаразитарная программа. Паразит адамның өмірінде, адамның организміне өте үлкен зиян келетін біреу білсе, біреу білмейді. Паразиттердің адам организмінде 200-ге жуық түрі бар. Олардың ұзындығы 1 метрге дейін барады. Олар біздің организмде не только кишечникте, бізде мынау көзде, терінің астында, және де мынау асқазанда, қанда өмір сүреді. Получается, олар тірі жан болғаннан кейін, тіршілік болғаннан кейін, олар кіріс болғаннан кейін оларда шығыс бар. Получается, олар адамның организміне зиянын келтіріп жатады. Сіздің ішіп жеген затыңыздың полезныйларын жеп, өзінен жаман токсиндер шығарып, сіздің организмді улап жатады. Получается, адам организмінде сол паразиттерден қаншама адамдар давление, сахар, бас ауру, кожный заболевание және кішкентай балдарда кетпейтін кашель, туберкулез, бронхиттердің барлығы паразиттерден. Енді қараңыз, кішкентай бала ауырады, жөтеледі, кожаларына қызыл бірдеңкелер шыққан кезде мамасы поликлиника апарса, врач антибиотик жазып береді, жөтелгеніне, и кремдер жазып береді. Бірақ никак біздің медицина тазалануды ұсынбайды. Ал біздің компания аурудың түп тамырын жоюды үйретеді. Например, бір кісіде сахар. Ол адам сахар болмас үшін бірінші қаны қоюланды, қанның құрамы бұзылды. Вот получается, адамның түп тамыры любой аурудың бірінші адам организмін құртылып бастайды. Паразиттер шектен тыс көп болған кезде адамдарда мынау аурудың барлық түрі почти осы организмдегі құрттардан пайда болады екен. Сондықтан біздің компаниямыз әрбір адамның ұзақ өмір сүру үшін компания құрылған. Біздің компаниямыздың мақсаты Қазақстандағы әрбір 5-ші адамның үйінде біздің продукция тұру керек. Получается, әрбір 5-ші адам тірі су ішу керек. Сол кезде адам өлімі біршама азаяды. Қазір адамдардың көбісі 50 жастан қартайып, давление, сахар, 30 жастан уже суставные боли, 30 жастан уже инфаркт, жүрек ауруына шалдығып жатыр. Оның барлығы әрине адам организмі таза болмағаннан. Біз әрине күнделікті таза нәрсе жей алмаймыз. Кейде организмді қанша жерден сіз мықты тамақтансаңыз да барлық адам жұтатын ауаны жұтасыз. Яғни ауадан токсиндер сіз жұтып жатырсыз. Ал паразит ол любой тамақта болады. Таза тамақ жеу мүмкін емес. Получается, тамақтардың өзінен адамдар паразит кіріп жатыр организмде. Получается, тазалану барлық адамға керек.